Балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз техникалық сурет. Көрнекі кескіндерді орындау жұмысын оңайлату үшін көбінесе техникалық суреттер пайдаланылады. Техникалық сурет дегеніміз бұл аксонометр ережелері бойынша пропорцияны көз мөлшерімен сақтай отырып, қолдан орындалатын кескін. Техникалық суреттерді тор көзіндегі қағазға орындаған қолайлы. Біз 70-ші А суретте шеңберлерді тор көзге салу жұмысын көрсетілген, яғни тор көзге шеңберді қалай сызу екенін көрсетілген. Ең алдымен өстік сызықтарға центрден өстік сызықтар деп отырғанымыз мынау. Ал центр деп отырғанымыз мына сызық. Центрден шеңбер радиусындай қашықтықта 4 штрих белгілейміз дейді. 4 штрих белгілейміз. 4 штрих дегеніміз мынау, 4 штрих белгілейміз. Сонан соң олардың арасынан тағы да 4 штрих белгілейді. Яғни осылардың арасынан 1, 2, 3, 4 штрих белгілеп шығамыз. Ең ақырында шеңберді бастыра сызған кезде шеңбер шығады. Бұны біз Б суретінен көре аламыз. Одан кейінгі мысалымыз абалды ромбыға іштей сызып алу оңай. Абал деп отырғанымыз бұл жерде мынау. Ал ромбы деп отырғанымыз мынау. Ол үшін алдыңғы жағдайдағы сияқты ең алдымен ромбының ішіне абал пішінін белгілейтін штрихтар түсіреді. Яғни абалды белгілейтін штрихтар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 белгілейміз. Одан соң ең ақырында бастыра сызамыз. Ол кезде міне абал шығады. Бұдан кейін мысалымызға келетін болса, бұл нәрсенің көлемділігін баса көрсету үшін техникалық суреттерде штрихтау сызықтарын жүргізеді. Яғни штрих деп отырғанымыз міне штрихтар көрсетіп тұр. Міне штрихтарды осылай көрсетеміз. Мұнда жарық нәрсенің сол жақта түскенін көрсетіп тұр дейді. Яғни жарық мына жақтан түсіп тұр. Мына жағынан түсіп тұр жарықтар. Түсіп тұр. Жарық түскен бетте ашық күйде қалдырады. Яғни ашық күйде қалдырамыз. Мына жерде қалдырамыз. Мына жерде қалдырамыз. Ал көлеңкеленген бет штрихталады. Көлеңкеленген бет, яғни мына жер штрихталады. Неғұрлым қоңырау болса, соғұрлым штрих жиі жүргізіледі. Яғни мына жер және мына жер.